Ассалаумағалейкум. Дәл осындай роутерге прошивка жасаймыз қазір. Дәл осындай роутердің Tele2 түрі де болады. H180 деген модель. Так, қалай жасайтынын сіздерге көрсетіп өтейін. Бірінші роутерді қосамыз Wi-Fi-мен. Если сіздерде компьютер, наставный компьютер болса, оларда кейбіреулерінде Wi-Fi болмайды, сол себепті LAN кабель арқылы қоссаңыздар болады. Потом қосқаннан кейін IP-ге дәл осы любой браузерді ашамыз да IP дәл осылай теретін боламыз. 192.168.8.1 деп тереміз. Потом кіргеннен кейін пароль сұрайды. Заводской пароль көбінде админ болады. Админ деп тереміз. Если пароль қате болып қойған парольдеріңізді ұмытып қалып жатсаңыздар, осы роутердің астында кішкене кнопка бар. Дәл осы кнопканы бассаңыздар, кішкене шоқымталмен басатын болсаңыздар, полный заводской парольға келеді. Полный парольді қайтарасыздар. Потом осы настройка кіресіздер роутердің. Одан кейін дополнительный деген басамыз. Одан кейін обновление басамыз. Одан кейін локальный обновление деген таңдаймыз. Локальный обновление деген таңдаймыз. Одан кейін обзор дегенді басамыз. Сіздерге осындай файл жіберетін боламын. Дәл осындай H155.380 деген осы файл, bin файл жіберетін боламын. Бұл файлды сіздер менен WhatsApp арқылы алатын боласыздар. WhatsApp нөмірді профильге қалдырамын міндетті түрде. Так, осы файл таңдаймыз. Таңдағаннан кейін обновить дегенді басамыз. Бұл роутер обновителген негізі. Қазір мен обновитпен бұны. Роутер бірнеше минут қана обновление салады, одан кейін өз автомат түрде қосылатын болады. Қосасыздар, потом новый обновление қабылдайсыздар. Қазір мен роутерге басқа сим карта салып көрейін. Так. Басқа сим карта салып көреміз. Так, актив осы сим картаны салып көреміз. Салдық. Кішкене күтеміз, басқа сим карта саламын. Так. WhatsApp-қа жазамыз, осы файлды алу үшін. bin файлды алу үшін WhatsApp-қа жазамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Ноутбук компьютерлерін болса жасауға болады. Болмаса кәдімгі смартфонмен де жасай аласыздар. Так, басқа сим карта салғаннан кейін осындай кішкене қызыл жанып тұрады. Шамалы күту қажет болады. Мінекей қабылдады басқа сим картаны. 4G шығып тұр. Так, мына жақтан көрсетейін. Пароль жазып жіберейін. Міне көріп тұрғаныңыздай, KCL 4G шығып тұр. KCL 4G. Так, бұл сим карта походу интернет жоқ болу керек. Бұда интернет жоқ. Көріп тұрғаныңыздай, KCL қабылдап тұр. Если қабылдамайтын болса, только Altel жаңағы сим карта деп шығып тұрады.
немесе роутерлеріңіз Теле2 болса, только Теле2 деп шығып тұрады мына жерге. Міне прошивка салды, басқа нөмір қабылдап тұр. Видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз, профильге кірсеңіздер, WhatsApp-ымыз бар.